Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, жып-жұмсақ, үлкен болып шығатын шоколадты пирогтың рецептін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогтарыңыз видеодағыдай үлкен, толықтай пісіп шыққанын қаласаңыз, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен біз құрғақ ингредиенттерді бір ыдысқа салып аламыз. Електен өткізілген ұнды саламыз, оның үстіне шекер саламыз, ас содасын және какао салып, тұз салып, барлығын араластырып аламыз. Барлық керек ингредиенттердің барлығын видеоның астында описание деген бөлім болады, сол жерге жазып қоямын. Міндетті түрде барлығын өлшеп салыңыздар. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып алғаннан кейін, оның үстінен 3 жұмыртқа және сүт құямыз. Сүттің бізде температурасы маңызды емес. Оның үстінен сұйық май құямыз және алма уксусынан 2 шай қасық құямыз. Алма уксусы барлық дүкендерде сатылады. 6%-ын алыңыздар. Барлық сұйық ингредиенттерімізді қосып алғаннан кейін силиконды қасықтың көмегімен немесе венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде ең бастысы арасында түйіршіктер қалмауы қажет. Үздіксіз араластырсаңыздар, осындай масса шығады. Бізде міне сұйық масса болып шықты. Табамызға пергамент қағазын төсеп, барлық массамызды құямыз. Таба менде әсел пештің табасы, 4 бұрышты табасы. Егер сіздерде бұл таба болмаса, 28-30 диаметрлік формаға пісірсеңіздер болады. Барлығын тегістеп жайып аламыз. Менде пергамент қағазы осы Поклан деген фирманыңкі өте жақсы шығады. Сіздерге осы пергамент қағазын алуға кеңес етемін. Алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Арасының піскенін білу үшін осындай зубочисткамен біліп аламыз. Құрғақ болып шықса, арасы пісті деген сөз. Пирогтың үстіне жағатын ганашын дайындаймыз. Ганашына мен Қазақстан шоколады 70 грамм және 30 грамм сүт қолдандым. Екеуін микроволновкада ертіп алдым. Егер сіздерде микроволновка болмаса, водяной баняда ертсеңіздер болады. Ертіп алғаннан кейін араластырып, пирогымыздың үстіне құямыз. Барлығын тегістеп жайып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, бар жоғы 10 минутта жасалуына уақыттарыңыз кетеді. Пирогтың пісу уақытын қоспағанда, міне біздің барлық ганашымызды жайып алып, пирогымызды кесеміз. Алдымен мен осылай лопатканың көмегімен кескіндер жасап алдым. Пышақпен кесетін кезде оңай түсуі үшін сіздерде осылай жасап алыңыздар. Өте дәмді болды достар. Міндетті түрде жасап көріңіздерші. Және де комментарияға бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма жазылып, жанда қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жаңадан салған рецепттерімді алғашқылардың қатарынан болып көре аласыздар. Бетіне әсемдік ретінде мен грек жаңғағын қолдандым. Қалауларыңызша жеміс-жидек немесе басқа да жаңғақтың түрін қолдансаңыздар болады. Видеодағыдай әсемдеп шықсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша маған осылай ұнады. Міне біздің пирогымыз дайын. Арасын кесіп көреміз. Қараңыздар, жып-жұмсақ болып кесіліп жатыр. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес етемін. Үйде тәттіге құмар балалар көп болса, осы тәттіні жасап көруге кеңес етемін. Үлкен болып шығады, әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.